Он был найден случайно. Его покрывало золото, а его тайна до сих пор не раскрыта. Мы привыкли видеть его на банкнотах, памятниках и даже на государственных символах. Но что мы на самом деле знаем о нем? Эта сенсационная находка 20 века перевернула представление не только об истории Казахстана, но и о всем тюркском мире. Кем он был на самом деле? Правителем или жрецом? Юношей или девушкой? И еще один вопрос, который будоражит умы исследователей. Что же означает таинственная надпись на серебряном артефакте, найденном вместе с золотым человеком? 26 загадочных знаков, не похожих ни на одну известную систему письма во всем мире, до сих пор остаются неразгаданными. Это прототюркский язык или даже послание, скрывающее неизвестную страницу истории? Баршаңызға сәлем. Неожадид International каналына қош келдіңіздер. Мен Ботагөз Полат, және бүгін осы сұхбатта мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайының директоры, тарих ғылымдарының кандидаты Мұхтарова Гүлмира ханыммен біз алтын адамның құпиялары туралы, оның қазақ халқы үшін маңызы және ұлттық санаға ықпалы жайлы әңгіме құрайтын боламыз. Неліктен осы алтын адам жаңалығы қазақ тарихы мен ұлттық бірегейлікті қайта пайымдауда маңызды кезеңге айналды? Алтын адам кім деген сұрақтарға қызықты жауаптар алатын боламыз. Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Біздің мекеменің ресми аты Есік мемлекеттік тарихи мәдени музей қорық. Біз 2010 жылы ашылғанбыз. Біздің ашылуға тікелей себеп болған осы 1970 жылы Алматы облысы Есік қаласында табылған алтын адам олжасы. Бұл 70 жылы табылғандықтан бұл әрине былайша айтқанда дүние жүзіндегі сенсациялық ашылым болды десек қателеспейміз. Себебі біз Тутанхамоннан кейін түпнұсқа негізінде тоналмай табылған бірден бір археологиялық артефакт дейміз. Сондықтан да әрине 70 жылы біз бұндай олжаның табылуына дайын болдық деп айта алмаймыз. Бұл кездейсоқ олжа, себебі бұл жерде 60 жылдары үлкен сел өткен. Сол селдің зардабынан әрине мекемелер шайылып кеткен болатын. Сондай шайылып кеткен бір мекеме ол автобаза болатын. Сол автобазаның орнына жаңа автобаза салу мемлекеттік жоспарға енгізілген. Соған байланысты белгілі бір орын таңдалған болатын. Ол орында 3 оба орналасқан болатын. Сол 3 обаны алып тастап, соның орнына автобаза салу керек болатын. 1969 жылы осыған байланысты археологиялық қазба жұмыстары басталады. 2 оба түгел тазаланып, ол жерден еш нәрсе табылмайды. Енді 3-ші обаға кіріскен кезде алтын адам табылған болатын. Соған байланысты күз айы 1970 жылы қазба жұмысы тоқтатылып, кейін қазба жұмысы жалғастырылып, осы алтын адамды біз олжаны тауып отырмыз. Алтын адам сақ кезеңіне тиесілі, жауынгер, әлеуметтік жоғарғы үстем тап өкілі, басы батысқа қаратылып жерленген, жасы 16-18-ге таям жас өспірім. Бұл алтын адаммен бірге 4000-нан астам алтын әшекей, және де 31 ыдыс аяқ, 2 тостаған табылған. Әрине, бұл алтын адамның табылған обасының құрылымының өзі де ерекше, себебі алтын адам әдеттегідей сақ кезеңінде жерленген әдіс бойынша, яғни адамды сақ кезеңінде обаның орта шеніне камераға салып жерлейтін болған. Ал бұл шет жағында жерленген, алтын адам шет жағында жерленген. Сондықтан да обаны қазған кезде археологтар қазба жұмысы кезінде еш нәрсенің жоқ екенін күмәнданбай қазба жұмысын жүргізілген. Жаңағы акцентті былайша айтқан кездегі ортаға беріп. Бірақ кездейсоқ осы жанынан алтын адам табылып отыр. Бұл археологтардың айтуы бойынша бастапқыда обаның ортаңғы шетіне мүмкін алтын адамның әкесі жерленуі әбден. Ол сақ кезеңінен бастап тонаушылыққа ұшырап, ол жерде еш нәрсе табылған жоқ, тек қана
бір екі ғана жылқының сүйегі табылған, ал қасындағы алтын адам түгел тоналмай табылып отыр. Бұл бір нұсқа. Екінші нұсқа бойынша мүмкін сол кезеңде тонаушылық көп болғандықтан, мүмкін сол тонаушыларды алдау үшін әдеттегідей ортаңғы бөлікке жерлемей, жанне жерлеуі мүмкін дегенде бір нұсқа бар. Дегенмен біз үшін енді қалай болса да сақтардың біз үшін осындай ана ежелгі көшпелілердің мәдениеті тарихынан толыққанды дерек беретін, сол сақтардың әлеуметтік саяси құрылымы жайында, мәдениеті жайында толыққанды мәлімет беретін олжаны бізге қалдыруы әрине қуантарлық жағдай. Алтын адамның табылуы сол кездегі қазақстандық археология саласына да үлкен, саласының бағытына да үлкен әрине өзгерістер алып келді. Осы алтын адам табылғаннан кейін жалпы біз енді ол кезде кеңестік үкімет кезінде дүниежүзілік археологтардың осы Қазақстан жеріне деген, Қазақстан тарихына деген қызығушылығы, ресейлік мамандардың қызығушылығы, ең маңыздысы өзіміздің қазақстандық мамандардың археология саласына деген қызығушылығы артты әрине. Енді алтын адам табылған кезде жаңа біз айттық қой, сенсация болған деп. Сондықтан да Кемел Акишев 1978 жылы осы алтын адамдан бірге табылған заттарды түгел дерлік жеке зерттеп шығады, және де сол қорған есік деген кітап шығарған. Ол кітапта суреттермен бірге, сол алтын адаммен бірге табылған 4000 заттың әрқайсының семантикасын, символикасын, жаңа пішінін, размерін барлығын түгел жаза отырып, өзінің пікірін, өзінің көзқарасын білдіреді осы алтын адамның әшекейіне байланысты. Және де алтын адаммен бірге 31 ыдыс табылған. Оның қыштан жасалған ыдысы, ағаштан жасалған ыдысы, және де моншақ табылған, және де 2 күміс тостаған табылған. Сол 2 күміс тостағанның бірінде 26 харіптен тұратын жазу табылған. Бұл жазудың үлгісі бұрын соңды бұндай үлгідегі жазу табылмаған. Сондықтан да бұл жазуды зерттеушілер есік жазуы деп атай бастады. Сондықтан да осы үлгідегі, осы харіптегі ендігі кезекте қай жерде де жазу табылмаса да, ол есік жазуы деген атаумен аталып отырады. Біз де білеміз ғой, Орхон Енисейде табылған жазуды, сол үлгідегі жазуды қай жерден, басқа жерден тапсақ та, біз Орхон Енисей жазуы деп атаймыз. Сондықтан да бұл үлгідегі жазуды біз есік жазуы деп атаймыз. Енді өкінішке орай қазірге дейін бұл есік жазуы әлі күнге дейін нақты оқылған жоқ. Алғашқыда бұл есік жазуын Олжас Сүлейменов оқып шығып, өз нұсқасын берген болады. Одан кейін академик Алтай Аманжолов оқып шыққан болатын. Содан бері, 70 жылдан бері бұның 30-ға таман нұсқаулығы бар, варианттары, нұсқаулары бар. Бірақ ғалымдар бұған бір пікірге әлі келе алмай отыр. Бізді осы соңғы жылдары, менің алдымда мында жатыр, Александр Николаевич Гарковец деген түрколог, қыпшақтанушы өзінің нұсқасын береді. Бұл нұсқада қазақша, орысша, ағылшынша шығарды. Ол кісі бұл нұсқада Александр Николаевич мына есік жазуының 6 тілде 28 нұсқасы бар екендігін айтады. Ресейлік ғалымдар осы нұсқаны жазуды оқып шығуға тырысқан, бірақ та бірде-біреуінің нұсқалары бірін-бірімен сәйкес келмейді. Сондықтан бізде ортақ бір шешімге, бұл жазу бойынша келе алмай отырмыз ортақ шешімге. Бұның бір себебі есік жазуын жоғарыдан төмен, солдан оңға, оңнан солға да оқуға болады екен. Бұл есік жазуының негізгі зерттеушілерді топтастыратын болсақ, бұл жазуды иран тілдес деп көрсететін ғалымдар және түрк тілдес, прототүркті дейміз, түрк тілдес жазу деп айтатын ғалымдар деп 2 топқа бөлуге болады. Әрине, Александр Николаевич Гарковец өзінің соңғы нұсқасында тіпті бұл жазудың тостағанның қыз балаға тиесілі болуы мүмкін деген өзінің версиясын айтады. Ол кісінің айтуы бойынша, мына
қыз ер ішің оқ сүңгі шешіп көшті аңсақ еске түсірсек деген деп оқып шықты ол кісі. Яғни бұл жерде бұл алтын адамның қыз бала болуы әбден мүмкін деп айтады. Біз әлі күнге дейін алтын адамды зерттеу үстіндеміз. Осыған байланысты өзі музей қорық «Тайны золотого человека» деген монография кітапша шығардық. Бұл кітапшада осы 1969-70 жылы алтын адамды қазу кезіндегі археологиялық экспедицияға қатысқан ғалымдар, куәгерлерден сұхбат алып, және де архив құжаттарын зерттеу арқылы, және де осы алтын адамның сүйегін зерттелгені туралы деректерді толықтырып отырып, біз үлкен жинақ шығардық. Және де бұның түрік әлеміне жататындығына тағы да бір дәлел тауып отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Әрине, сақ түрік кезеңінде үлкен миграциялардың болғандығы туралы, әр уақытта халықтардың алмасу процесінің жүріп жатқандығынан біз нақты қазірге дейін алтын адамның кейбіреулер айтады прототүркская, кейбіреулер ирандық деп жатады. Осы Қазақстан территориясының өзінде сақтардан кейін ғұндардан кейін түрік қағанатының болғанын білеміз. Ал түрік қағанатының өзі кезінде Тұран дейміз ғой, Тұран деп аталған Тұранның түрік қағанатының өзіне мына Корея территориясы, солтүстік Қытай территориясы, Моңғолия, Қазақстан территориясы барлығы түгел қамтылған болатын. Сондықтан да осы алтын адамды зерттеуші Кемал Акишев алтын адамды сақ дегеннен гөрі юджиге жатқызады. Ал кейінгі мына біздің дәлеліміз арқылы біз енді айтып отырмыз, алтын адамның ерте түрік дәуіріне жататындығын дәлелдеп отырмыз. Қазіргі кезде 21 ғасыр біз тек қана аңыз, мифологияларға ғана сеніп қана қоймаймыз. Бізде қазір дәлелді фактіге сүйенетіндей зерттеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі бар.